Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге жастар лайв подкасты және мен оның жүргізуші Виктория. Бүгін бізде қонақта GCI компаниясының басқарушы директоры Мұрат Жұманбай. Қайырлы күн, Мұрат мырза. Қайырлы күн, Виктория. Қалыңыз қалай? Қалымыз жақсы, рахмет. Біздің подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Жайдарманды Қазақстандағы креативті саланың негізі қалаушы жобалардың бірі десек қателеспейміз. Жалпы Жайдарман ойындарының басты құндылығы неде? Жалпы бұл жерде енді сіздің сұрағыңызға тікелей жауап берместен бұрын кішкене Жайдарманның не екендігін айтып кетсек, бірінші кезекте Жайдарман бұл әрине ойын болып басталды. Қазақстандағы қазақша КВН-нің тарихы бұйырса 25 жылға толады. Ал соның соңғы 19 жылы, келесі жыл 20 жыл болады, Жайдарман деп аталған. Яғни ол кезде жай ғана КВН емес, ал өзінің бір қазақи болмысы бар, ерекшелігі бар, ойын ретінде өзгерді, белгілі бір трансформациядан өтті және өзінің жаңа атауы пайда болды, Жайдарман деген. Әрине бастапқыда бұл жай ғана ойын болды. Кейін оған қатысушылардың, одан түлеп шыққан түлектердің санының көбеюіне байланысты бұл үлкен ортаға айналды. Себебі бір-бірімен тығыз араласып бітсе қайнасқан сол кездегі балалар, жастар біртіндеп бір үлкен өз алдына бір комьюнити құрды. Бүгінгі күні Жайдарман деген үлкен орта, қазіргі күні жай ғана орта емес үлкен қозғалыс. Оның қатарында 100 мыңға жуық қазақстандық бар. Себебі бұрын ойнаған, қазір ойнап жатқан мектепте, жоғарғы оқу орнының қабырғасында, тіпті кейбір үлкен ұлттық компаниялар, басқа бір кәсіпорындарда да командалар бар ойнайтын. Жылда мысалы маусым ашарға келіп ойнап кетеді. Одан бөлек Жайдарман әрине бұл көп адамдарға нақты бір үлкен әлем болып кетті. Себебі Жайдарманнан мектепте ойнап бастағаннан әлі күнге дейін осы Жайдарманның шеңберіндегі әртүрлі жобаларды іске асырып жатыр. Енді сіздің сұрағыңызға келетін болсақ, Жайдарманның ең басты құндылықтары ол әрине жастардың дамуына мүмкіндік беру, әлеуметтік баспалдақ деп айтамыз. Көбісі енді әлеуметтік лифт дейді, бірақ лифт дегенге біз қарсымыз, себебі лифт дегенге кім үлгерді, сол лифтіге отыруға сол көтеріліп кетті. Ал әлеуметтік баспалдақ деген ол кішкене соның мәнін толық ашатын сияқты, себебі сіз күш жұмсап жоғары қарай көтеріле бересіз. Шаршап тоқтап қалсаңыз ары қарай көтерілмейсіз. Яғни Жайдарман бұл жерде ешкімге бір артықшылық бермейді, бірдей мүмкіндік беретін әлеуметтік баспалдақ. Кімдің күші бар, алдыға жүрем деген талпынысы бар, сол Жайдарманның мектебінен өтеді, ары қарай жаңа өмірге қадам басып түлек болып шыққаннан кейін де осы қазіргі күні өте маңызды болып отқан креативті өндірістің бір бағытында ары қарай жұмысын жалғастырады. Сіздерден түлеп ұшқан, сіз жаңадай айтқандай, креатив саласының дамуына үлес қосып жүрген бірқатар жастардың есімі үнемі ел аузында, және де Жайдарманның өзінің 20 жылдан астам өзінің тарихы бар. Осы уақытқа жеткен қандай жетістіктерді атап айтар едіңіз? Жайдарман қозғалысының ең үлкен жетістігі ол қала бар, аудан бар, тіпті алыс ауылдардағы жастардың басын біріктіріп, оларды қызықтырып, еліктіріп, басқа бір жағымсыз бағытқа кетіп қалдырмай, осы бір шығармашылық қалып келуі. Яғни олар өмірінде шығармашылықты, креативті таңдады. Осы Жайдарманға кеп қатысып, ойын ойнады. Көбісі енді үлкен жетістіктерге жетті. Ол жаңа сіз бірқатар дедіңіз, бірқатар емес. Шын айтса, қазіргі кезде Қазақстанда креативті индустрияның басым бөлігін осы Жайдарманға қатысы бар адамдар көтеріп жатыр десек, ол енді сенімді түрде айтуға болады солай. Себебі Жайдарманның ішінен жай ғана сценарист, актер, продюсерлер ғана емес, бұл жерден мықты режиссерлар шықты, қазір кино түсіріп жатқан. Мықты әншілер де бар тіпті. Әншілік топтар да бар. Осы Жайдарманда кезінде ойнап, алғаш рет Жайдарманның сахнасынан ән айтып, көзге көрініп, кейін өзінің жаңағы шоу-бизнесте жолын бастаған командалар бар. Одан бөлек Жайдарманшылардың ішінен қазір шыққан мықты бизнесмендер де бар, мемлекеттік қызметтер де табасыз Жайдарманшыларда. Сондықтан бұл Жайдарманның ең үлкен жетістігі Қазақстанның жастарын қазақ тілді ортаны қалыптастырып,
оның ары қаратай өсуіне мүмкіндік беруінде ең басты жетістік осы. Соңғы уақытта бірқатар өзгерістер орын алғанын байқап жатырмыз. Және де Жайдарман Creative Industries туралы толық айтса кетсеңіз, және де қандай жаңалықтарыңыз бар? Жаңа сіз сұрағыңыздың басында айттыңыз, өзгерістер шынымен бар. Енді 20 жылдық тарихы бар кез келген зат, ол белгілі бір уақытқа келген кезде ескіреді. Оған деген қызығушылық азаяды, оның көрермен азаюы мүмкін. Ал Жайдарман керісінше жылдан жылға оның көрермен артып келе жатыр, және оған деген қызығушылық та артуда. Бірақ оның басты себебі ол сол күйінде қалған жоқ, ол да өзгеріп жатыр. Бірінші кезекте қазіргі заманға сай Жайдарман жай ғана ойын болып қалған жоқ. Бұл бұрынғыдай тек қана көңілдер мен тапқырлардың алаңы емес. Бұл қазіргі заманның парқына сай, сұранысына сай, әсіресе қазір өсіп келе жатқан жаңа буынның ізденісіне сай, бұл өз алдына шоу. Енді біз оны қалай мойындамасақ та, қай заманда болмасын, қай елде болмасын, әрине нан керек, бұл адамның жаңағы азығы, және оған белгілі бір шоу керек. Бұл ежелгі заманнан келе жатқан формула. Сондықтан Жайдарман әрине бұл тек қана шоу емес, бұл шоу элементі бар, бірақ жастарға тәрбиелік мән беретін үлкен алаң. Сондықтан бұл Жайдарманның құрдымға кетпеуін қамтамасыз ететін үлкен орта бар, бірақ сол ортаны ұйымдастыру, жұмысын жүйелендіру үшін де бір команданың жұмысы қажет. Сондықтан былтырдан бастап Жайдарман Creative Industries Limited деген компания құрылған болатын. Бұл халықаралық деңгейдегі компания, ол Астана қаржылық орталығында тіркелген. Оның басты мақсаты Жайдарманның коммерциялық жаңағы кейпін қалыптастыру, оның инвесторлар үшін, демеушілер үшін тартылымдылығын арттыру, және Жайдарманның жанынан жайдарманшылардың қатысуымен жаңа жобаларды бастау. Енді сіздер естідіңіздер ме, көрдіңіздер ме, бірнеше жобаны біз жүзеге асырдық. Яғни бұл Абибас деген бізде команда бар, жоғарғы лигада ойнап жатқан. Сол команданың негізінде шоу ашылды, Абибас шоу деп аталады. Одан бөлек әзіл қалжың индустриясында өте бір маңызды категория бар. Бұл стендап, жайдарманшылардың қатысуымен сөйле стендап деген алаң ашылған болатын. Одан бөлек біз осы Жайдарманға қатысып жатқан командалар туралы деректі фильмдер түсіріп бастадық. Соның ең алғашқысы бұл Рудный командасына арналған болатын. Рудный командасы енді көптен бері ойнап келе жатқан өте мықты командалардың бірі. Өзіндік тарихы бар. Әрине ол тарихы барлық уақытта жағымды және бірдей болған жоқ, бірақ соның өзін көрсету, соның қыр-сырын айтып берудің өзі сол фильмге арқау болды. Көрермендер оны өте жақсы қабылдады. Басқа командалар туралы да біз осындай дүниелер шығаратын боламыз. Бұл бірінші кезекте өзіміздің Жайдарман ойынын көтеріп жүрген, соның мән мағынасын беріп жүрген командаларды одан сайын танымал қылдыру, әрі қарай олардың жаңа жобалар жасауға мүмкіндік беру. Елімізде креативті индустрияны қолдау, дамыту туралы бірқатар бастамалар көтеріліп келеді. Жайдарман сол үрдіске өзінің үлесін қалай қоспақ? Не ұсынасыздар? Өте орынды сұрақ. Бірінші кезекте креативті индустрия дегеннің не екендігін түсінуіміз керек. Бұл өте кең ауқымды экономиканың шын мәнінде бір локомотиві болатын бөлігі. Бұл жерде әрине көп жағдай шығармашылыққа байланысты. Жайдарман әрине шығармашылық адамдарды дайындап пысықтайтын орта. Бірінші кезекте біз кадрлық қамтамасыз ету жүзеге асырамыз. Қай облысқа бармасаңыз, қай қалаға бармасаңыз, тіпті аудан, ауылдарда Жайдарман ойнаған азаматтар табуға болады. Көп жағдайда олар сол ауылдың белсенділері, сол жайдарманшылар. Той-думан болсын, мүмкін кәсіпкерлік болсын, немесе сол жақтар мемлекеттік қызметте болсын, солар жүреді. Себебі олардың осы Жайдармандағы өткен мектебі оларға өмірде үлкен біліммен қатар дағдылар берді. Олар соны кеңінен пайдаланып, өздерінің жаңағы әлеуметтік орнын тауып жатады. Екінші, инфрақұрылым. Яғни креативтік индустрияны дамыту әрине
бір-екі қалада ғана болар еді, бірақ оның ел бойынша бастапқы бір өзінің дамыту әлеуетінің болуы маңызды. Себебі талантты балалар олар тек қана сол бір-екі қалада болмайды. Ол сол бір-екі қалаға кейін келіп үлкен ірі заттар жасау үшін өздерінің аймақтарында пісіліп жетілу керек. Сондықтан өткендегі мемлекет басшысының елге жолдауында айтылғандай, әрбір аймақта креативті орталықтар құрылу керек. Сол креативті орталықтарды құру, сол жерде жұмыс істеу, ол жерде құрылған орталықтардағы бағыттарды алып кету ең бірінші осы жайдарманшылардың қолынан келеді. Себебі бірінші кезекте кадрлық жағынан қамтамасыз ете аламыз, екінші кезекте әдістемелік жағынан қамтамасыз ете аламыз. Яғни қалай істеу керек, қай бағыттарды дамыту керек, оны да біздің жайдарманшылар біледі, айта алады. Мәдениет пен өнер саласында өз жолын қалыптастырғысы келетін жастарға қандай кеңес берер едіңіз өзіңіз? Мен жалпы кеңес беруден алшақпын. Мен тек қана уақытты бос өткізбей білім алу керек, және білім алумен қатар осындай әлеуметтік баспалдақ болатын жобаларға қатысу керек деген кеңес бере аламын, тек қана сол. Себебі адамның бойындағы ең үлкен күш қуаты болады, одан кейін ресурсы уақыт. Сол уақытты бос келтірмей, қолың бос, мүмкіндіктерің бар кезде барлығы мүмкіндігінше өзіңді дамыту керек. Дамытуды әрине қазір мүмкіндіктер көп, интернет бар, кітаптар бар, неше түрлі. Әртүрлі курстар бар, ақылы, ақысыз. Бірақ команда болып, қауымдастық болып дамытудың бірден бір жолы осы жайдарман. Және жайдарман тек қана дамуға емес, сонымен бірге әлеуметтік баспалдақпен көтерілуге де мүмкіндік беретін үлкен орта, үлкен қозғалыс. Соған қатысуға шақырамын. Енді соңғы сұрақ, жайдарманның GCI компаниясының қарым-қатынасы туралы айтар кетсеңіз. Енді өзіміз айттық қой, жайдарман мына бір шығармашылық үлкен орталық болса, сол орталықтың жұмысын ретке келтіру, жүйеге келтіру, оны коммерциялық жағынан тартымды қылдыру, оның жаңа бағыттарын алып шығу, дамыту, ол осы GCI компаниясының мойнында. Яғни мен өзім тікелей жайдарманға қатысым болмаса да, әрине біз жас кезімізден мектептен бастап қазақша КВН көрдік, студенттік кезімізде жайдарманды көруге мүмкіндік болды. Әрқашан осы жайдарман ойындарын қарап жүретін жанкүйері болдық. Қазір сол үлкен жайдарман сияқты дүниенің жаңа деңгейге көтерілуіне қызмет етіп жатқан біз менеджерміз. Біздің компаниямыздың мақсаты да сол, яғни жайдарманның жаңа деңгейге көтерілуіне барлық мүмкіндіктерді қарастырып, солар жүзеге асыру. Рахмет сізге, Мұрат мырза. Бұл Жастар Лайв подкасты және біздің қонағымыз Мұрат Жұманбай. Келесі кездескенше.